Хабар жоқ, не болып жатқанын, қандай күйде сіңлімді, інімді іздеу салып жатыр ма, оны жаңағы өлтіргендігі жөнінде күйеу баладан күдіктеніп отырмыз. Ол адам ізденіп жатыр ма, табылып жатыр ма, соны білгіміз келеді. Бейхабар отырмыз, іздестіріп жатырмыз дегенменен солардың хабарын біліп отыруға мен тиістімін. Маған неге ешкім хабарын айтпайды? Отырмыз сондай, ешқандай хабар ошасыз білмей отырмыз. Іздеп жатыр ма, күйеу баланы табылып жатыр ма, табылмай жатыр ма, бауырларым қалай ізделіп жатыр? Атауға алып келіп деп, атауды іздеп жатыр деп, бұлай видеодан көріп тұрамын. Маған ешкім мынандай осындай іздеу салынып жатыр, осындай жерде іздеп жатырмыз деп ешкім маған хабарда айтылып жатқан жоқ. Мен үйімде осы уақытқа дейін күтіп отырмын. Мындан ізделіп жатыр, елден де іздеген жақсы көреміз, үйінің айналасынан да іздеген жақсы көреміз. Ол бір жерде жатқан, ол бала ешқайға кетті деп айта алмаймын. Өзіңінен ешқайға бармайды. Инвалид 3-ші группа. Інімден вообще хабар жоқ. Ол одан бұрын кетіп қалды ма? Оны ешқандай, мысалы, мал мүлкі сатылғаны бәрі есенеде белгілі. Әке шешесінің ақшасы, олардың ақшалары бәрі алынып жатқанда бәрі білініп тұр, біліп жатыр. Оларды заңды ма, заңсыз ба, мал сатылып жатқанда кімнің әкесі жоқ, шешесі де жоқ. Ойында жатыр ғой енді. Көмулі жатқан адамның несі, малдары қалай сатты, ақшасы қалай аударып жатыр. Солардың бәрін ақиқаттар білгім келеді. Соны айтуларыңызды сұрайым. Мен мысалы берген, мен туған қандасымын. Екеумізден басқа ешкім жоқ. Жалғыз қалған ағайындарым болды. Бәрі дүниелік жалғыз қалыптымын. Жаныма қиналып жатырмын. Сондай хабарлар не болып жатқандан білгім келеді. Апа, мына кеше майыпталғаннан кейін сот медэкспертиза айтты ма, неден өлім қалай болған? Ешкім айтқан жоқ. Қол қойғызып алды. Мен кешке дейін 7:30-ға дейін күттім. 6-та менімізге 7:30-да берді. Мен мәйітті алып атырмын деп қол қойып бердім. Біріншімін деп Шүлмағамбетова, әдемі Мұханғалиевна деп қолымды қойыппын. Ешқандай қалай өлген, ештеңе білмеймін. Жұрттан естігенім болмаса ешқандай маған. Ол адамның қолынан мынандай пышақпен өлтірді, бұлай өлтірді. Ешгелдин ауылында тіркелген қылмысқа байланысты жедел іздестіру шаралары әлі де жалғасып жатыр. Баршамызға белгілі, бұл дерекке қатысты адам өлімі қылмысы тіркеліп, сол қылмыс бойынша тергеп тексеру амалдары да жүріп жатыр. Қазіргі таңда басында білесіздер, 4 адамға із-түзсіз жоғалу дерегімен қылмыстық іс тіркелсе, қазіргі таңда кейін оған 2 адам қосылды, 2 адамның мүрдесі анықталды, және де 2 жәбірленушіге қатысты қандай да бір ақпарат немесе олардың жүрген жері тұрғылықты, оларды іздестіру бағытындағы жұмыстар жүргізіліп жатса, 2 адамға халықаралық іздеу жарияланды. Біреуіне сары бюллетень, яғни із-түзсіз жоғалу дерегімен осы отбасының қызына және оның күйеуіне күдікті ретінде танылып, оған күдікті ретінде халықаралық іздеу жарияланды. Қазіргі таңда оларды жедел ұстау және полиция бөліміне жеткізу шаралары жүргізіледі. Шаралары жүргізілуде. Халықаралық іздестіру туралы кеңірек айтшы. Ол қай жерлерде халықаралық іздестіру шараларының жүргізу бағыттарын айтуға болмайды. Себебі күдіктілерге қандай да бір ақпарат жететін болса, олардың ізін суыту, яғни оларды ұстай алмай қалу, яғни тергеу барысына кедергілер келтіруі мүмкін. Бағытталған топтар бар құрылған, солар ұсталған жағдайда бірден барлық бұқаралық ақпарат құралдарына ең бірінші жәбірленуші тарапқа хабарланатын болады. Соңғы рет Өзбекстан еліне өтіп кетті деді ғой. Одан кейін
басқа елдер айтылдымы? Вали деп Басқа айтылды. елдерді ресми айтқан жоқ, Иә. бірақ басқа елдердің тізімі Бар, иә. Неше? Неше елге енді басында кетуі мүмкін? құқық қорғау органдары тарапынан енді бірнеше ақпараттар болды ғой, себебі ол кісілердің біздің департаменттің бірінші бастығының бірінші орынбасары айтқан болатын, оларға қатысты телефондардың, яғни жеке өздеріне тиесілі құрылғыларының сим карта нөмірлерінің Қазақстанның әрбір жерінде қосылғандығы туралы ақпарат бар. Полиция олардың барлығы бойынша іздестіру жұмыстарын жүргізді және тағы бір нәрсені айтып кету керек, әлеуметтік желіде халық арасында олардың отбасындағы қыздың, яғни қыз баланың мүрдесінің әрбір жерден табылғандығы туралы ақпарат тарады. Бұның барлығы жалған. Алайда тұрғындардан сұрағымыз келеді, полиция қазіргі таңда олардың қала аумағындағы жүрген іздері бойынша, яғни 4-5 айдың шамасында, 2-3 айдың шамасында жүрген іздері бойынша барлық жерлерде тінту, іздестіру, қандай да бір оларға қатысты ақпаратты алу бағытындағы жұмыстар жүргізуде. Сондықтан тұрғындар, полиция қызметкерлері септиктерді дейміз, кейбір шұңқырларды, кейбір адам аяғы баспаған қуыстарды іздеу барысында полиция осы жерден тапқан екен деген ақпараттарды таратуда. Бұның барлығы жалған. Әлі іздеп жатыр. Ана бейнебаянға түсті, Мейрамгүл жаңа заправкада бейнебаянға түсті, қаланың ішінде бейне камераларға түсіп қалды деген осы рас ақпарат па? Оның барлығы рас ақпарат, алайда олардың нақты қандай камера, қандай іс-әрекеттері болғанын тергеу мүддесіне байланысты жариялауға болмайды. Тұрғындардан біз түсіндіріп айтқымыз келеді. Кез келген бұл іске қатысты ақпараттардың барлығы тергеудің материалдарына тіркеледі. Тергеу сотқа дейінгі іс-әрекеттері процессуалдық кодекске байланысты жариялауға жатпайды. Яғни бұндағы жарияланатын ақпараттар күдікті тараптың немесе өзге де факторлардың қылмыстың толыққанды зерделеніп ашылуына ықпал ету барысында кедергісін келтіреді.